Сәлем достар, менің есімім Ая. Мен сендерге бүгін табиғатты аялау балабақшадан басталатынын айтқым келіп отыр. Ертеде жап-жасыл орманда аң-құс, түрлі өсімдіктер мен алып ағаштар тату-тәтті өмір сүріпті. Бұл орманның аты таза, тыныс орманы екен. Ағаштар самал желмен сыбдырлап, ән салып, құстар шаттана сайрап, жануарлар еркін ойнап, әр күні мейрамдай өтеді екен. Бір күні бұл тыныш орманға адамдар келе бастапты. Олар табиғат аясында демалуға, достарымен серуендеуге шыққан екен. Қолдарында сусындар, түрлі чипсы, фастфуд пен зиянды тәттілер, пластик бөтелкелер мен шарлар болыпты. Алғашқыда орман тұрғындары қонақтарға қатты қуаныпты. Қараңдаршы, адамдар келді. Бәлкім бізге ән айтып берер. Ағай, балалармен ойнаймыз. Бірақ қуаныштары ұзаққа созылмапты. Балалар айқайлап, шулап, бұталардың арасымен жүгіріп, гүлдерді жұлып, бұтақтарды сындырып, орман ішін у-шуға толтырып жіберіпті. Кейбіреуі ағаштарға шығып, жапырақтарын жұлса, енді бірі қоқысты лақтырып күлкіге басып жүгіріп кеткен. Адамдар шырша мен қайының арасына шатырларын жайып, қатты дауыспен ән қосып, билеп, шулапты. Сусын бөтелкелері, чипсы қалдықтары, қағаздар мен қаптамалар жан-жақты шашылып, ағаштың діңіне ойып жазылған жазулар да пайда болыпты. Бұлар демауға деді әлде орманды растауға деді ме? Бірақ қоқыстар шашып кетіпті. Құстар ұша алмай қалды, жел жоқ, тыныш жоқ. Сол сәтте барша ағаштардың ең көнесі ақсақал Бұлар ағаш. отын үшін емес, көңіл көтеруге келіпті ғой. Бірақ өзінен кейінгі ізіне қарамай кеткені бұл табиғатқа құрметін жоғалтқанын білдіреді. Егер біз үндемей қалсақ, орман мәңгі үнсіз қалады. Сонда жануарлар бір шешімге келеді. Қоян көз жасын тыя алмай, маймыл үнсіз жылап, тиын қалдықтарды жинап, ал жылан адамдардың алдына шығыпты. Балалар мен ересектер бұл көріністі көріп, жүректері елжіреп кетеді. Біз тек қыдырып келдік, бірақ орман еліне теміз деп ойламадық. Кешіріңдер, біз бәрін тазалаймыз, ағаштар егеміз, ағаштарды сындырмаймыз. Содан кейін таза тыныс орманы қайтадан ән сала бастайды. Бірақ бұл жолы барлығы орманға қонақ емес, қамқор дос ретінде қайта оралды. Сол күннен бастап адамдар табиғатқа қарап тұрып үнсіз қалатын болды. Орман жыламасын деп, құс үнсіз кетпесін деп, ағаш сыбдырын жоғалтпау үшін жүрекпен тыңдап қамқор болуды үйренді. Өйткені табиғат сөзсіз сөйлейтін, үнсіз жылайтын ең нәзік жан екен. Содан кейін орман қайта тыныстады. Адамдар табиғатты демалатын емес, қорғалатын мекен деп таныды. Себебі табиғат бәріміздің ортақ үйіміз.